Всем привет! Мен есімім Айжан, жасым 25-те, және бүгінгі видео студенттерге арналады. Студент болып қалай миллион табыс табуға болады. Неге мен тыңдау керек? Потому что менің қасымда студент кісілер бар, и олар уже 500 мың, миллион табыс, одан да көп табыс тауып отыр. И мен оларды көремін да, классно деп ойлаймын. Өз ақшаңды өзің тауып, өз жағдайыңды өзің жасағанға не жетсін? Және мен андай студенттерді білем, который продавец болып жұмыс жасайды, ночқа шығады деген сияқты. И оларға қараймын да, реально қарап, ішімнен аяймын. Енді мен сіздерге істеп жүрсеңіздер, мен сіздерге ештеңе демеймін, я істеп жүре беріңіздер, бірақ ішіңізде потенциал болса, я хочу больше зарабатывать, мына жерде мен не істеп жүрмін, и бұлай өзімнің уақытымды, өмірімді өткізгім келмейді деген адамдарға айтқым келеді. Я, дұрыс, бұл нәрседен бас тарту керек. И қазір мен айтқан нәрселерді жасау керек деп айтатын едім. Енді осылай миллионды қалай табуға болады, соның жолдарын айтқым келеді. Осы жолдардан мен де өткенмін, менің достарым да өткен. Менің ортам енді классно. Менің ортам, мен уважаю их и прям горжусь менің ортаммен, адамдармен деген сияқты. Жұмыс жасап жатқан адамдармен. Жолдарын айтамын, мұқият тыңдап алыңыздар и точно жасап көріңіздер. Попробуйте. Мен осы жерде сіздер осы видеода бір ойыңызды өзгерткім келеді, что басқа реальность бар, оны жасап көру керек дегенді ойыңызға салғым келеді да. Жолдарды айтамын, и солардың біреуін жасап көріңіз обязательно. Ең бірінші жолы ол SMM. SMM дегеніміз social media marketing. Яғни социальный сеттерді жүргізіп, бизнеске клиент алып келу. Қазіргі ең күшті социальный сет қандай? Instagram, TikTok. Осы екі платформаны қалай жүргізу керектігін и бизнес иелеріне қалай клиентті сіз алып келетінін түсініп алсаңыз, все. Любой бизнес иесі сізге миллион теңге төлеуге дайын болады. Даже басында енді новичок болсаңыз, миллион теңге алмайсыз. 200 мың, 300 мыңнан бастайсыз да, и ары қарай өзіңіздің опытыңызды набирать етесіз, жұмыс жасап көресіз, адамдармен араласасыз. Ортаңыз өзгергеннен кейін уже сіздің табысыңыз да өзгеріп өсіп бастайды. Сондықтан ең бірінші жол ол SMM. SMM-ді оқып, қарап, зерттеп көріңіз, қалай оқуға болады, кімнен оқуға болады, қалай оны үйренемін, мен жасай аламын ба деген сұрақтарға өзіңізге қойып көріңіз. Екінші жолы ол, мен жерге жазып алғам, как обычно өзім YouTube видеоларын бәрін жазып алғам осылай. Екіншісі товар сату. Қазір TikTok пен товар сату күшті, даже OneHun деген бір специальность пайда болыпты. Енді TikTokта отырып алып сататын ше, Қытайда уже дамып кеткен, енді Қазақстанға келіп жатыр дейді. Солай, сіз товарыңызды өзіңіздің социальный сет арқылы, тоже Instagram и TikTok арқылы өзіңіздікін сата аласыз. Яғни уже басқа бизнес иелеріне емес, өзіңіздікін жүргізетін боласыз да парақшаңызды. И солай тапсаңыз болады. Бұл жерде енді товармен сатып жүрген адамнан тоже консультация алып, курстар оқып жасасаңыз болады. Айтып жатқан жолдар, ол үйде жатып алып, қазір миллион табам деген емес та. Мен айтып жатқан жолдар, сіз әрекет етуіңіз керек. Сіз әрекет ету арқылы ғана мен айтып жатқан жолдармен осылай ақша таба алатын боласыз. Соны бірінші түсініп алыңыз. Үшінші жолы ол блог жүргізу. Өзіңіздің блогын жүргізу. Кейбіреулер айтады, мен блог жүргізе алмаймын, ол менікі емес. Вообще мен сөйлей алмаймын ғой, қалай деген сияқты. Бірақ если сіздің ішіңізде сондай бір чувство болса, мен блогын жүргізе аламын, у меня получится деген сияқты. Сіз білмейсіз ғой, если вы не попробуете, вы не узнаете. Сіз білмейсіз ғой енді, бірінші жүргізіп көріп. А что если у вас получится? Реально, бір видеоңыз атып кетіп, сізге 10 мың подписчик алып келсе. Адамдар сізбен сотрудничествоға дайын болады, реклама жасауға дайын болады. Солай сіз өзіңіздің алғашқы миллионыңызды тоже таба алатын боласыз. Ондай блогерлер өте көп негізі. Просто так үйде жатып, так снимать етіп бастап едім, содан кейін осылай көтеріліп кеттім деп. Мысалы, Айшолпан деген қыз да бар ғой, өзінің ойларын айтып бастап, прикольно айтып бастап, қазір көтеріліп кетті ғой. Төртіншісі, ол ойлаймын, что продажаға үйрену, продажник болу. Вообще біздің әлем сату ғой, товар сату, өз қабілетін сату, кітап сату, бәрі сату, енді продукт сату деген сияқты. Егер сізде убеждение жасау, біреуді көндіру қабілеті жоғары болса, сіз сатуды жеңіл үйреніп и өзіңіздің услугаларыңызды сатсаңыз болады деп ойлаймын. Қазір енді вакансиялар көп қой, маған бізге сатылым менеджері керек, сату менеджері керек, анау деген сияқты. И сондайлар, мен ойлаймын, ол жерден көп ақша табуға болады. Миллион, одан да көп ақша табуға болады. Егер сіздің біліміңіз болса. Сондықтан осы сату бойынша білімді үйреніп алып, оқуды оқып алып, өзіңіздің услугаларыңызды
сатсаңыз, любой бизнес иесі оның продукттарын көбірек сатып берсеңіз, сізге де ақша төлеуге дайын болады. Енді осылардың бәріне не керек? Білім алуыңыз керексіз ғой. Білім алып қана осыларды жасауға болады деп ойлаймын. Отырып алып, мен осы видеодан кейін так ісімім, мен сразу товарым сатам деп шешім шығарып, немесе ісім болып кетем деп шешім шығарудың қажеті жоқ деп ойлаймын, потому что білім алғаннан кейін сізде уже представление қалыптасады, жалпы картина қалыптасады. Осыны істесем осылай, осыны істесем осылай болады екен деген сияқты. Сіздің мен айтпаған басқа да бір өз ойларыңыз, идеяларыңыз пайда болады шығар, мен білмеймін енді. Екіншісі ол орта, дұрыс ортада жүру. Уже миллион тауып жүрген, уже миллион емес, даже 10 миллион тауып жүрген адам сондай ортада жүрсеңіз, дұрыс ойлар сізге айта алатын, мүмкіндіктерді көрсете алатын ортада жүрсеңіз, сіз, скорее всего, тезірек жетесіз сол нәрсеге ше. Мысалы, СММщиктер де бар, которые 200 мың жылына бір жыл 200 мыңға ғана жұмыс жасап жүрген деген сияқты. Жоқ, сіз если миллион тапқыңыз келсе, өзіңіздің ортаңызды өзгертуіңіз керек. Мүмкін сіздің ортаңыз сізге күлетін орта шығар. Не істеп жүрсің, вообще дұрыс емес сен жасап жүргендерің деген сияқты орта болса, мен айтамын, что ондай адамдармен уже сөйлесіп қажет емес деген сияқты ше. Енді бүкіл тастап кетіп қалыңыз демеймін, бірақ сөйлесуді азайту керек, потому что ондай адамдар бізге негативный энергия береді, и ол сізге мүлдем керек емес. Если осында көп ақша тапқыңыз келсе, миллион ақша тапқыңыз келсе, миллион көп қой, нормально. Осындай ақша тапқыңыз келсе, ондай адамдармен сөйлесудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Азайтыңыз. И именно миллион тауып жүрген, осындай белгілі бір әрекет жасап, осындай движениеде жүрген адамдармен сөйлесіп бастасаңыз, уже сіздің де представлениеңіз, сіз уже басқа реальностьті көріп бастайсыз. Я, осындай адамдар бар екен ғой, мен де оны жасай аламын ғой деген сізде ой болады, и, скорее всего, оны жасай аласыз. Үшіншісі ол риск жасау. Қазір енді, может, білмеймін, қандай жұмыс істеп жүрсіз, KFC-де жұмыс істеп жүрсіз, может, продавец болып жүрсіз, может, безработный, да? И сол нәрседен бас тарту керек болады. Уже сіз SMM үйренгім келсе, осындай товаркамен айналысқым келсе, социальный сеттермен бірдеңе істегім келсе, блогым жазғым келеді деген болсаңыз, уже ол жұмыстарыңыздан, бұрынғы өміріңізден, бұрынғы әдеттеріңізден уже бас тарту керек. Риск жасау деп айтылады да енді. Риск жасап, олардан бас тартып, жаңа қадамдарды шагым жасап бастайтын боласыз. Осымен видео аяқталды. Егер сізге пайдалы болса, белгілі бір ой түйе алсаңыз, комментарийға жазып кетіңіз, маған подписаться етіп алыңыз YouTube-ма, Instagram-ма. Мен өзім блогым жүргізем, YouTube-ым жүргізем, осындай пайдалы ақпараттармен делиться етем. Мен де маркетинг саласында қазір жұмыс жасаймын, пайдалы болады деп ойлаймын. Всем пока-пока!